Доллар қымбаттаса да шошисың, теңгені қайса да қорқасың. ақш валютасы үкіметтің жыл басында есеп қисап жүргізіп қойған 540 теңгесінен 474-ке бір-ақ түсіп, жоспардың туталақайы шықты. Себебі экспортқа кететін шикізаттың бәрі доллармен сатылады. Есесіне әлемде мұнай бағасы өсіп, ұлттық қорға қосымша қаржы құйылды. Енді оған инвестицияларды қосып, отандық өнімнің үлесін арттырып, аймақтардың макроэкономикасын көтеріп, бос әңгімені доғарып, қайта өңдеуді қолға алып, инфляцияны түсіру керек. Олжас Бектенов барлық саланың жауапты кісілеріне нақты тапсырма берді. Еліміздегі ең төменгі жалақының өзін 2 есе арттырып, 150 мыңға жеткізу жоспарын құрып қойыпты. Әнеміне дегенше 2026 жылдың алғашқы 90-ында қорытындыладық. Үкімет мүшелері осы уақытқа дейін атқарылған жұмыстар жөнінде есеп берді. Жалпы алғанда биыл трансферттерді есептемегенде бюджетке 6,4 триллион теңге табыс түсіпті. Сондай-ақ ұлттық валютаның нығаюы да бюджетке өз әсерін тигізбей қоймапты. Қолданыстағы бюджет архитектурасында мұнай бағамының өсімі тікелей ұлттық қордың түсіміне әсер ететінін атап өту керек. Себебі заңнамаға сәйкес мұнай түсімдерінің негізгі бөлігі ұлттық қорға жіберіледі. Ал республикалық бюджет үшін оң әсер еткені бұл мұнайға салынатын экспорттық кеден баж салығы, ол қосымша 40,5 миллиард теңге қамтамасыз етті. Сондай-ақ елімізде инвестициялық белсенділік те артып келе жатыр. Негізгі капиталға шеттен құйылған қаржы мөлшері 3,5 триллион теңгені құрапты. Ал қаржы тарту бойынша Жамбыл, Түркістан және Ұлытау облыстары ерекше белсенділік көрсеткен. Капиталдың ең көп көлемі электрмен жабдықтау, байланыс және ауыл шаруашылығы секторларына бағытталған. Апта сайын экономикалық өсу жөніндегі жедел штабта нақты кәсіп орындардың проблемалық мәселелері және өнім шығаруды ұлғайту мақсатында оларды шешу жолдары қаралады. Жалпы ішкі өнімнің таргеттелген өсуін қамтамасыз ету мақсатында салық министрліктер салаларды дамытудың нысаналы параметрлеріне қол жеткізу үшін барлық қаржылық және қаржылық емес шараларды қабылдауды қамтамасыз ету қажет. Десе де үкімет басшысы бірнеше өңірді ел экономикасының өсіміне үлес қоса алмай отырғанын айтып қалды. Көш соңында қалған аймақтардың қатарында Ақмола мен Атырау облыстары бар екен. Әкімдерге шүйліккен Олжас Бектенов тез арада макроэкономикалық көрсеткіштерді көтеруге пәрмен берді. Бұдан бөлек премьер-министр барлық салаға жасанды интеллектті енгізу жұмыстарын белсенді жүргізуді міндеттеді. Бәсекелестік күннен күнге күшейіп келеді. Бос әңгімені доғаратын уақыт келді. Нақты іспен айналысу керек. Ірі өнеркәсіп және инфрақұрылым жобаларын жүзеге асырып, барлық салаға жасанды интеллектін енгізу керек. Қаржылық тәртіпті қатаң сақтап, әлеуметтік қамсыздандырудың әділетті жүйесін қалыптастыру қажет. Қазіргідей бәріне бірдей емес, мемлекет шын мәнінде мұқтаж адамдарға ғана қолдау көрсетуге тиіс. Сондай-ақ үкімет инфляция қарқын алған тұста сауда орындары мен коммуналдық қызметтердің бағасына бақылауды күшейтпек, осы арқылы қымбатшылықтың алдын алуға болады екен. Мәселен, жүйелі жұмыстардың арқасында өткен айда елімізде инфляция деңгейі шамамен 11%-ді құраған. Бұдан бөлек импорттық тауарлардан гөрі отандық өнімдерге басымдық берілуі тиіс. Мәселелерді тізбектей келе Олжас Бектенов жауапты ведомство басшыларына бірқатар тапсырма жүктеді. Жасыратыны жоқ, ол жерлерде ел айтып жүргенде ұйымдасқан топтар заңсыз әрекет етеді. Көкөніс, жеміс-жидек, ет және басқа да өнімдердің бағасы ешқандай негізсіз қолдан көтеріледі. Міне осыны нағыз делдалдық схемалар деп айтуға болады. Қорыта айтқанда, ел экономикасы алғашқы 90-да айтарлықтай өсім көрсеткен. Мемлекетке құйылған инвестиция көлемі де айтарлықтай артыпты. Ал жалпы ішкі өнімдегі мұнай секторының үлесін 2 есеге дейін азайтуға мүмкіндік пайда болыпты. Бұл бюджеттегі қара алтынға тәуелділікті азайтуға мүмкіндік береді. Ол үшін тиісті жұмыстарда атқарылып жатыр. Қайта өңдеу саласы да мықтап қолға алына бастады. Алдағы уақытта өнім шикізат күйінде емес, дайын өнім ретінде шетке экспортталатын болады. Қайыркен Отыншы, Азамат Қази, Еуразия бірінші арнасы.